Бүйткен топ кісі құрсын ақтасыны нервқа тиіп, айдалаға, ақшасы бензинді өтемей, белгілеген адресі дұрыс емес. Қайға барып едің? Новый район. Жаңа талап ба, сояққа барып байды, ар жағында. Ойба, ит өлген жердесе. Қандай ит? Білмеймін, ешқандай ит көрген жоқ. Біреудің итін аңдып жүрді, уақыт жоқ, өзіміз. Адасы, машинаның бәрісі быт. Қойыңдаршы, жалып айтқандарыңды. Біресе әкімшілік кінәлі дейсіңдер, біресе жол жаман дейсіңдер әйтеуір. Айналайын, сен ана жолда 2 сағат таксап айт. Одан кейін бар ғой, сақырлап аузына саясатын төгіліп басты. Я, сендердікі дұрыс қой. Осы бүкіл таксистің барлығын парламентке отырғызып қою керек. Қазақстанымыз гүлдей жайнап құлпыратын шығар сол кезде. Шынымен дұрыс айтасың. Төркіннің жағында танысың болса айт, мен әкім қып қойсын. Мен деген гүлдендіріп жіберем ғой. Тақыр жеріңе гүл өсірем. Қатын, қайта өзіңе күшті емес пе? Әкімнің әйелім деп жыл толып жүресің подырушкілеріңе. Құрметті әкім мырза, бюджеттен продуктіге, кредитке ақша керек. Бюджетте ақша қалған жоқ. Кеше ғана кредитіңді төлеп, продуктыңды әкеп бергем. Кеше декабрь еді, бүгін январь. Қой, қазір уақыт деген немене бәле болып кетті. Демде өтеді. Біздің кезімізде уақыт деген бар ғой. Ешкім асықпайтын, ешкім қуаламайтын. Қазір таң атады, қарайсың кешің батады болды ғой. Зымыра боққан уақыт, артпат кредит, ит болып кетесің соған жұмыс істеп. Біздің уақыт, кейінгі уақыт деген болады. Қыздар кетіп қалды ма не? Үйде ғой, ұйықтап жатыр, бүгін демалыс қой. Сен неге менің рубашкамды киіп алғансың? Бірақ рет қой, сен емес сумкаларымды тағасың ғой. Бір созатын болдың ғой, ескіртетін болдың, бір қабақтай бол. Өзіңе қарап ашы, сен бірінші қабақтай емес. Осы кредит не үшін алдық біз? Той жасамадық, басқа амадық, төлеп жүрген. Қыздарға айфон бердік қой. Сол айфон деген ит болды. Жылда біреуін шығады, аласың, анан төлеп бүйтіп, деп атсаң екінші шығып тұрады. Ит соған жұмыс істеді қой, түгел. Енді ешкімнен кем болмасын дейсің әйтеуір. Кем болмағанда, мен 30 000 теңгеге алған телефоным бәріне жарайды. Анау алло деймін, жаңағы ютубыңнан видеоңды көрем, инстаграмыңа кірем, ватсапыңда ұрып тұр. Ватсап демекші, ана туысқандар деген группаға Айша жеңгем жазды ғой. Ана баласының сүндет тойын жасайын деп жатыр екен. Болды десе, болды. Түкінеттен ұйықтамай, тояназ де, тап, сол ба, бәрі. Енді шүкір десе, осы күніне. Бірақ, шүкір. Той тойлайықшы, басқа, құрсыншы айтайын. Той тойлағанымыз дұрыс басқасына. Қой, мен қыздарды тұрғызайын. Мен де кетім ау деймін, таксовый. Болды, қонбаймын үйге әкесі. Косметиканың бәрін таусатын болдың ғой сен. Қош, мен и так и без косметики әдемімін, табиғи сұлумын мен. Табиғи сұлуың да қой. Айналайын, азында тұрған түрің далаға шықса, бәрі шошып кеткен жер. Қыздар тұрыңдар ма? Мына екеуі телефон шұқылап отыр, отырсаңдар. Мама, мен қазір бір жерге барым керек, кәмшат жинайды ғой. Мен де салонға баруым керек қой. Сен табиғи сұлу едің ғой. Ештеңе істемеңдер. Жатыңдар өстіп, жатыңдар. Осы үйде қара қол бар ғой, осы үйде бәрін квартиратсыздар. Бүкіліңнің жұмысың бар, менде ғана жұмыс жоқ қой. Жатыңдар, ештеңе істемеңдер. Осы үйдің қара қолы істейді ғой. Индира деген қара қол бар ғой осы үйде. Кәмшат, жинапсашы, мен алып тұрышқа солайшы. Ойбай, мен шаңғана сүртем, өзің істейсің ғой қалғанын. Бұларға сенсеңше өсіп жүре береді. Жұрттың үйіне барсаң ше, тап-таза бір қызы бар үй ұқсап тұрады ғой. Бұл үйде міне бір 2 қызы бар деп кім айтады мына үйде? Жүре бересіңдер, а? Сендер қалай келін боласыңдар, а? Өткенде жігіт не болды? Тастаңдаршы телефондарыңды. Ана Мақсат көкең бар ғой, соның баласы бар екен. 2 дипломы бар. Қазір доставкада жұмыс істейді. Мен 2 диплом болса, не үшін доставщик болып жұмыс істеп жүр? Дипломмен істемеймін? Енді үйі бар, жұмысы бар, жақсы емес па? Мен оның үйімен жұмысына тұрмысқа шықпаймын ғой. Шынайы махаббат, романтика, махаббат деген болу керек шығар. Айналайын, романтика, махаббат дегенің қалады ертең, главный сыйластық болса болды. Соны айтам ғой, тезірек бір жігіт тауып тұрмысқа беру керек еді. Зато мен рахаттанам, үйде өзім емін-еркін жүретінен. Шығатын болсам өзің шыға бер, маған не дейсің? Шықпаймын мен. Сен сияқты ақымақ дейсің ба? Мен шығатын болсам только бай жігіттерге шығам. Сен сияқты бір таксист-максисттерге қарамаймын мен. Маған только бай жігіттер керек. Ал сен сол бай жігітке керексің бе? Соны біліп ал бірінші. Неғып керек емеспін. Мен осындай түріммен мен бай жігітке қалай керек емеспін? Вот сен даже бай жігіт түгіл, кедей жігітке де керек емес шығарсың. Неге қарамайды? Қарайды маған. Қай жеріңе қарайды? Қарамайды. Барлық жеріме қарайды. Сен білесің бе мен артымнан қанша жігіт жүгіретінін? Білесің бе сен? Сонша жігіт жүретін болса, осы уақытқа дейін жігітсіз жүре алмадың? Значит, саған қарамайды ешкім. Просто саған қарамайды. Осыдан
Бүгін жігіт алып келіп қалмауын беріп сразу маған сырға салатындай болады. Көресіңдер осыдан. Түндей тұнық көздеріңнің қарасы, қосылардай қастарыңның арасы.